Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз түрік кухнясының пиде тағамын дайындаймыз. Дәмі өте тәтті және өте тойымды тағамдардың бірі. Түріктерде оны турецкая пицца деп те атайды. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Керекті тағамдардың құрамын видеоның астына жазып кетемін. Алдымен қамырын дайындаймыз. Ол үшін табамызға суымызды, сүтімізді, дрожжімізді және шымшым тұзымызды салып, 2 қасық шекер салып, араластырып аламыз. Біркелкі болып араласқан соң үстіне біртіндеп ұнымызды саламыз. Одан соң қолдың көмегімен жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз осындай біркелкі жұмсақ болу қажет. Қамырымызды илеп болған соң бетін жауып, жылы жерге 1 сағат немесе 1 сағат жарымға қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілгенше салмасын дайындаймыз. Ол үшін керекті көкөністердің бәрін жуып, тазалап, осылай 4 бұрыш қылып турап аламыз. Сізде егер жуаңыз үлкен болса, бір үлкен жуа алуға болады. Менде жуа кішкентай болғандықтан 2-ін алдым. Осылай блендердің чашысына бәрін саламыз. Үстіне ас көгімізді салып, бәрін блендерде өткізіп аламыз. Содан соң фаршымызға 2 ас қасық томат пастасын салып, және де өткізілген массамызды де үстіне құямыз. Бәрін біркелкі етіп араластырып аламыз. Дәміне қарай тұзын, бұрышын және де өзіңіздің сүйікті дәмдеуіштеріңізді немесе специяларыңызды салуыңызға болады. Қамырымыз көтерілді. Осы уақытта духовкамызды 220 градусқа қосып қоямыз. Алдымен қамырды бірнеше кішкентай бөліктерге бөліп аламыз. Бөліп алған әр бөлігімізді осылай дөңгелектеп аламыз. Дөңгелектеп алған қамырымызды осылай жайып шығамыз. Жайып алған соң үстіне салмасын салып, жан-жағына 1-2 сантиметрдей қалдырып кетіп, үстін жауып, осылай лотка тәріздес етіп, жинақтап аламыз. Осылай қалған қамырлармен де жинап шығамыз. Дайын болған пидемізді противенге саламыз. Противенге салған соң үстін жұмыртқаның сарысымен жауып шығамыз. градуста қызып тұрған пешке 15-20 минут пісіріп аламыз. Пидеміз дайын. Мен 1-2-нің үстіне сыр септім, ал қалғандарына осылай аз көк сеуіп қойдым. Видео ұнаған болса лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Келесі видеоларды жіберіп алмас үшін менің каналыма подписаться етіп қойыңыздар.